Әлеуметтік кәсіпкер егер субсидия алған болсаңыз, онда сіз әр айдың 20-сынан бастап тәбіл тапсыруды міндеттелесіз. Ол үшін тәбіл бөліміне кіріп, еңбек кз-ге өзіңіз ипіңізді таңдап, карьерный центрді таңдап, әрбір айдың 20-сынан 30-на дейін немесе 25-не дейін кейбір жерлерді тапсыруға міндетті боласыз, одан кешіктірілмей. Бізде 4 категория бойынша берді биылғы жылы күміс жас бойынша. Бірінші цифра ол айдың жұмыс күндері, екінші соны толтырасыз, астына зарплатасы, субсидияның суммасы, пенсионныйын бәрін толтырып шығасыз. Договор бойынша көрсетілген. Қосымша түсінбей жатсаңыздар, сұраңыздар. Жастар практикасы бойынша 21 десе, сіз екінші 21 және де жұмысқа тұрушының шөтін жазасыз. Қоғамда жұмыс орны дәл солай шөтпенен күн жазасыз. Әлеуметтік жұмыс орындарына келетін болса, ол да күміс жас сияқты зарплаталарын есептейсіз, субсидияны сума жазасыз. Және де алғашқы жұмыс